Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, иннал маита тахтурухул малаика дейді. Адам өлейін деп жатқан сәтінде қасына өлім періштелері келеді. Бұл өлім періштелері өлім періштесінің көмекшілері. Малакул маут. Сол періштелер келіп, изакана ражулу солихан, егер де адам салиқалы болса дейді. Қандай қуанышты нәрсе айтады да қазір. Егер де адам салиқалы болса дейді, сол періштелер айтады дейді. Қолу айтады. Ухруджи, шыға ғой, қараңыздар. Шыға ғой. Айятуха нафсу тойиба. Ей жақсы жан, шыға қойшы. Қараңыздар. Ей жақсы жан, шыға қойшы. Канат фил жасади тойиб. Сен сондай бір жақсы тәннің ішіндейдің ғой. Қараңыздар. Ухруджи, шыға ғой хамидатан. Абыройға бөлінген түрде. Ва абшири би рухин ва райханин. Алла Тағаланың рахымына, тағы да басқа шәксіз жақсылықтарына қарай сүйіншіленіп шыға бер. Ва рабби ғайру ғадбан. Раббың саған риза, ашулы емес дейді. Қараңыз. Фала язалуна ан яқулу залика. Осыны олар айта береді, хатта тахрудж. Сөйтіп шығады дейді жан. Сумма юғражу биха иля сама. Сөйтіп жаңа періштелер көкке қарай алып кетеді дейді оны. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның миғраж оқиғасын көреді енді ол. Қалай болды? Міне, құрметті мүминдер, Аллах Тағала баршамызға нәсіп етсін. Содан көкке көтеріліп баратқан кезде, көктің бірінші қабатына келген кезде есік қағады екен. Тәртіп бәрі. Мән, фулан, бұл пәленше ғой. Мархабан, қараңыздар сөздер, қош келдің. Айятухан нафсу тойиба. Ей жақсы жан, қош келдің. Кунти фил жасади тойиб. Сондай бір жақсы тәнде едің сен. Абшири, сүйіншілене бер, бүкіл жақсылықтармен. Раббың саған сондай риза. Сөйтіп есік ашылады. Сөйтіп 7 қабат аспанға көтеріледі ол. Әрбір қабатта солай қарсы алады. Сөйтіп Алла Тағаланың разылығын, сол жердегі періштелерден жар салушы Алла Тағаланың үкімін жариялаушы бір періште жариялайды оған. Алла Тағаланың разылығын. Ал енді жаңаға екінші